саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағымыздың тақырыбы баяндауыш. Өткен сабақтардан бастауыш жайлы ұғымдарды мәліметтер алдық. Енді бүгін біздер баяндауышпен танысамыз. Бастауыш дегеніміз білеміз, қимыл әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейміз. Бастауыштардың сұрақтары кім, кімдер, не, нелер, кімі, кімің, несі, нең деген сұрақтарға жауап береді. Яғни мысалы жапырақтар сарғайды болса, нелер сарғайды? Жапырақтар, яғни жапырақтар дегенді бастауыш, оның астын бір сызықпен сызамыз. Енді бүгін біздер баяндауышпен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта біздер тұрлаулы мүше баяндауышпен және оның қызметімен, ережесімен танысамыз. Яғни тұрлаулы мүшенің өзі екіге бөлінеді дедік. Біздер бүгін екіншісімен танысамыз. Енді бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөзді баяндауыш деп атаймыз. Баяндауышқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Дана оқыды. Дана не істеді? Найзағай жарқылдады. Найзағай не істеді? Жарқылдады. Асан оқып отыр. Асан не істеп отыр? Оқып отыр. Не осылай не істеді, қайтеді, қайтты деген сұрақтар, не қылды деген сұрақтарға жауап берсе, бұлардың барлығын баяндауыш дейміз. Оның астын екі сызықпен сызамыз. 101-ші бетте бұл ереже, жаттап алыңыздар сұрағымен, ережесімен. Енді оқушылар сәйкестендіріп көрейік. Бұл әрбір аңдардың өзінің дыбыстауы. Әтеш не істейді? Шақырады. Қарға не істейді? Қарқылдайды. Ит не істейді? Үрейді. Сиыр не істейді? Мөңірейді. Міне екінші бағандағылар үрейді, шақырады, мөңірейді, қарқылдайды. Бұлардың барлығы баяндауыштар. Астын бұның екі сызықпен сызамыз. Енді ойланайық. Мектепке бару, гүл теру, теледидар қарау, сабақ оқу. Бару. Сұрақ қояйықшы, мектепке не істеу? Гүл теру, не істеу? Міне осылардың барлығы да қарау, теру, бару, оқу дегеннің барлығы. Сабақ оқу, не істеу? Яғни бұларды біздер баяндауыш. Астын екі сызамыз. Енді мәтінді түсініп оқиық 9-шы жаттығуда. Мәтін бойынша баяндауыштарды табатын боламыз. Қазір мәтіннің ішінен киіз үй тегіс жерге тігіледі. Ол үшін алдымен керегелер шеңберлене керіліп, бір-біріне таңғышпен біріктіріп байланады. Содан кейін есік орнатылады. Керілген керегені айнала басқыр тартылады. Бұдан соң үйдің тура ортасында тұрған қолында бақаны бар қарулы жігіт шаңырақты жоғары көтереді. Көтерілген шаңыраққа айнала уық шаншылып, оның екінші басы керегеге байланады. Оған киіз жабылып, үстін арқанмен бастыра тартып байланғанда ғана киіз үй тігіліп болды деп есептеледі. Енді қарамен жазылған сөздерге мән берейік те сұрақ қояйық. Киіз үй тегіс жерге не істеледі? Тігіледі. Таңғышпен біріктіріп байланады. Не істеледі? Байланады, орнатылады, тартылады, көтереді, шаншылып, байланады, жабылып. Міне бұлардың барлығы баяндауыш. Міне бұлар құрмалас сөйлемдер, оны жоғарысын түрде оқимыз. Яғни бір сөйлемде үтір қойып ажыратылса, егер де құрмалас сөйлемдерде үтірмен ажыратып жазамыз, екі баяндауыш болады. Шаншылып, байланады, не істеліп деп. Оған киіз үй жабылып, не істеліп? Киіз үй жабылып, киіз жабылып. Міне жабылып есептеледі, тігіліп болды деп есептеледі. Ары қарай міне сөйлемдерді көркем жазайық дәптерімізге. Киіз үй тегіс жерге тігіледі. Міне осылай жазамыз да. Енді бұлардың баяндауыштарын тауып астын сызамыз. Бұл сөздер сөйлемнің қай мүшесіне қатысты екенін сызып көрсетеміз. Тігіледі, не істеледі? Не тігіледі? Киіз үй. Яғни осы екеуі байланысып тұр. Астына байланысу сызығын сызамыз. Бірінші талдап аламыз. Бастауыштың астын бір сызамыз, баяндауыштың астын екі сызамыз. Ары қарай кереге басқырмен тартылады. Тартылады. Не тартылады? Кереге. Бастауышымыз кереге, тартылады баяндауыш. Үшінші сөйлемді өздеріңіз осылайша байланысымен сөйлем мүшесіне талдаңыздар. Енді берілген сөздерге қатысты қимылды білдіретін сөздер тауып айт дейді. Міне оқушы
қимылсыз әрекетте оқушы оқиды, оқушы келеді, оқушы барады деген сияқты осындай баяндауыш сөздерді тауып жазыңыздар. Су ақты. Және де бұлар қандай мүше болып тұр, иә? Мұның барлығы да баяндауыш болуы қажет. Міне осылайша әдемілеп жазамыз. Енді оқушылар бүгінгі сабақта түсіндік пе? Түсінсек, мен білдім, түсіндім, маған қызық болды, маған қиын болды. Өздеріңіздің кері байланыс жауаптарыңызды жаза қойыңыздар. Және де бүгінгі үйге берген тапсырманы Окедуске салуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.